Мәселе Ибн Усаймин рахмаулла келесі мәселені айтады. Китабы таухид дәрістерінде келесі мәселені айтады. Ва хазал хадис лейса фихи ишкалия. Бір хадисті шарттап жатады, айтады, ода проблема жоқ. Илля қаулуху истазана аля робби фи дарихи деп айтады. Яғни тікелей мағынада аударатын болсақ, Алла тағаланың өзінің үйінде рұқсат сұрайды деп айтады. Яғни дарулла деген нәрсеге проблема ишкал содан шығады. Яғни Алланың үйіне қатысты Ибн Усаймин айтады. Инна даруллахи аллати джаат фи хазал хадис ла тушбиху дуар ал-башар дейді. Яғни бұл жерде Алланың үйі дегенде бұл тікелей мағынада бекітіп жатыр. Алланың үйі бар дейді. Бірақ адамдардың үйіне ұқсамайды. Айтады: "Тукиннуху минал хари ва минал барди ва минал матар ва минар риях, лакиннаха дарун Аллаху а'лам биха." Яғни адамдардың мысалы үйлері болатын болса, адамды ыстықтан, салқыннан деген секілді жаңбырдан, желден қорғайды. Ал бірақ Алланыкі біз қандай екенін білмейміз. Бірақ үйді бекіткен, бірақ та қандай екенін білмейміз. Айтады, кейін айтады: "Аллаху а'лам биха ва лa'алаха Аллаху а'лам хужабун нури аллати ихтажаба Аллаху биха." Бірақ та қандай екенін білмейміз. Аллаху а'лам, бірақ та нұрдан болуы мүмкін деп айтады. Яғни Алланың үйі бар, нұрдан болған деп айтады. Тікелей мағынада Аллаға, яғни не істеп жатыр? Үйді бекітіп жатыр. Алланың үйі бар дейді. Нұрдан болған деп айтады. Бірақ қандай екенін білмейміз. Яғни адамдардікі секілді емес дейді. Әлбетте жаңағындай салқыннан, ыстыдан қорғайтын, өйткені адам оған мұқтаж болғандықтан. Ал бірақ Алла тағала үйі бар, бірақ та ондай емес. Бірақ Аллаху а'лам, мүмкін нұрдан болған шығар деп айтады. Яғни бұны Ибн Усаймин Аллаға үйі бар деп бекітіп жатыр. Ал енді Дарус-салам мәселесіне қатысты мысалы имам Табари не деп айтты? Ахли суннаның имамынан муфассирден айтады. Ва ама Дарус-салам, яғни амандық мекені, Дарус-салам деген нәрсеге қатысты айтады. Фахия даруллахи аллати а'аддаха лил аулияихи фил ахира деді. Яғни амандық үйі деген манағы Дарус-салам немесе Дарулла деген бұл әулиелері үшін, Алла тағаланың сүйікті пенделері үшін жәннаттан дайындаған үйлер деп айтады. Алланың үйі емес, бұл деген кімдікі? Сүйікті пенделеріне дайындаған үйлер деп айтып жатыр да. Алланыкі деп айтып жатқан жоқ имам Табари, жаңағы Ибн Усаймин айтқан секілді. Немесе имам Ас-Судди да келтіреді. Лахум дарус-салам инда раббихим деген аятта, яғни оның амандық мекені бар деген кезде Аллаху хуас-салам, амандық ол Алладан, уад-дару ал-жанна, ал үй болатын болса, ол жәннат деп айтып жатыр. Жәннат деп түсіндіріп жатыр да. Жаңағы Алланың үйі деп жатқан жоқ. Немесе имам Бағауи рахмаллах жаңағы аяттың тәпсірінде айтады: "Қала аксарул муфассирина ас-саламу хуа-Аллах ва даруху ал-жанна" деді. Яғни ас-салам деген, яғни амандық деген, әлбетте ол Алла тағаладан болатын нәрсе. Ал үй деген нәрсе болатын болса, ол жәннат, яғни адамдардың кіретін жәннаты деп жатыр. Алланың үйі деп бекітіп жатқан жоқ, жаңағы Ибн Усаймин айтқан секілді. Сондықтан да әлбетте бұл нәрсе Алла сақтасын, Алланың үйі бар деген секілді, ол нұрдан болған деген секілді. Ал әлбетте оны ешбір ахли сунна ғалымдар айтпаған, тек қана оны осы бауырлардың ұстанып жүрген шейхтарының сөзі болып есептеледі.